Киану Ривз есімін естігенде Джон Уик немесе Матрицадағы Нео елестейді, дұрыс па? Бірақ оны экшн жанрына алып келіп, қолына тұңғыш рет қару ұстатып, оған қоса экшн жанрын өзгерткен фильм туралы білгіңіз келе ме? Онда қош келдіңіздер, бұл Миратрикс, жайғасып, тыңдай беріңіздер. Алдымен 1989 жылғы Билл мен Тед таңғажайып оқиғалары фильміне тоқталайық. Онда Киану уақыт машинасын тауып алған екі оқушының бірін ойнайды. Сол жылы Кэтрин Бигелоу деген режиссер әйел әйгілі Джеймс Кэмеронға күйеуге тиеді де өзінің 4-ші фильмін түсірмекші болады. Оның атауы Point Break, яғни сыну нүктесі. Су ағындарының соқтығысып, толқын туатын нүкте. О баста фильмді Doors тобының хиті секілді Riders on the Storm деп атамақшы еді, бірақ одан бас тартты. Фильмнің идеясы 1987 жылы Рик Кинг деген продюсердің ойына келді. Ол жағажайда демалып, газет оқып отқан. Сөйтіп газетте Лос-Анджелес Американың тонау астанасы деген мақаланы көріп қалады. Сосын бір серферлерді байқайды да, сөйтіп идея туындайды ода. 2 жыл қолдан қолға өтіп жатқан идея ақыры Кэтрин Бигелоудың қолына түседі. Кэтрин күйеуі Джеймс Кэмероннан сценарийді өзгертуді сұрайды, сәл-сәл. Содан бұл фильмді Бигелоу емес, Кэмерон түсіріп жатыр деген сыбыс кетеді Голливудта. Бірақ ол ештеңе. Қызықтың барлығы кастингте басталады. Кэтрин Бигелоу басты рөлде неге екені белгісіз Киану Ривзді көргісі келеді. Ол кезде Киану жаңағы оқушыларға арналған фильмнің жұлдызы, а ол несерьезно да, былайша айтқанда. Сөйтіп студиядан жоқ дегенді естіген Кэтрин күйеуіне шағымданады, күйеуі басқа студияға барады. Оларға да Киану ұнамайды. Тіпті Кэмеронның өзі де Ривзді бір үміткер ретінде қарастырмайтын секілді. Сөйтіп әйеліне айтады, не қыласың оны қойсай деп. Дегенмен Бигелоу өте қырсық қатын. Және де Ривз түспесе, мен еш нәрсе түсірмеймін деп қырсығып алады. Ақыры Киануды рөліне тастай батсын деп 2 айға шынайы барлаушының қасына серік қып қояды. Қызықты факт, ол барлаушы кейін фильм шыққан кезде сол фильмді тамашалап, менің өмірімде көрген барлау туралы ең нашар фильм осы деген бір баға береді. Киануға сенбегендердің ауыздарын жабу үшін оған қасына антагонист ретінде сол жылдары үлкен бір жұлдызға айналған Патрик Суэйзиді шақырады. Суэйзидің шаш үлгісі, айтпақшы, ол біраз жылдан кейін кек алушыларда мына бір әзілдің пайда болуына ықпал етеді. No hard feelings, Point Break. You got a mean swing. Бірақ оны орыс дубляжда біз жоғалтып алдық. Point Break-тің кастингіне оралайық. Ол кездің ерекше модасы жағажайдағы сары шашты көкірегі ояу қыздар. Сол моданы жоямын деп тырық Кэтрин фильмге өзі сияқты тырық әрі шаш қысқа Лори Петти деген бір брюнетканы шақырады. Оны қызғылт сары маусым хиті, яғни оранжевый хит сезоны деген сериалды көрген адамдар тануы мүмкін, бірақ мен өзім танымадым, мысалы. Сөйтіп фильмнің қысқа сюжетіне тоқталсақ. Жас барлаушы Джонни Юта серферлер бандасына енеді, олар тонаушылар болып шығады. Сосын Юта банданың бастығымен достасып алады да, оны түрмеге қамаудың орнына қашуға мүмкіндік береді. Бұл спойлер емес, өйткені сіздер бұл сюжетті 1000 рет көрдіңіздер. Қайттан сүйікті тақырыптарыңызға оралайық. Бір сюжетті айналдырып көрсете берді деген. Бұл сюжетті мысалы 3 секунд берейін, айтыңыздар қайда көрдіңіздер. Бұл сюжетті сіздер бірінші Форсаждан көрдіңіздер. Қараңыздар. Қара шашты Кианудың орнына блондин Пол Уокер, ұзын шашты Патрик Суэйзидің орнына тақырбас Вин Дизель, Лори Петтидің орнына 2 латиноамерикандық сұлу. Сюжет түк өзгермейді. Жас барлаушы бандаға енеді, олар тонаушы болып шығады, соңында ол басты тонаушының қашуына көмектеседі. Серфинг тақтасына емес, көлікке құмарланған банда. Раунд. Серфинг демекші, экстримға қызыққан Патрик Суэйзи барлық қиын әрекеттерді өзім істеймін деп бірнеше қабырғасын сындырып апты. Фильмге дайындаламын деп 50-ден астам рет парашютпен секірді. Оған студия басшылары қой деген хат жібермегенше секіре берген. Содан кейін парашютпен секіру экшн жанрының бір модасына айналды. Чарли Шин, Арнольд Шварценеггер барлығы парашютпен секіре берді, және сол теманың нүктесін қойған
кісі ол Том Круз, дублерларды ұната бермейтін кісі. Миссияны орындау мүмкін емес сериясының бір фильмдерінің бірінде өзі парашютпен секіреді. Тура Патрик Суэйзи сияқты. Патрик Суэйзи де өзі секірген, оны мына кадрдан біле аласыздар. Киану Ривзға тоқталсақ. Бұл кісі Point Break фильмінің арқасында жасөспірімдер фильмдерінің жұлдыздары қатарынан шығып, өмірінде бірінші рет қару ұстап, экшн фильмге түсіп, ары қарай сол экшндағы жолын жалғастыра берді. Жылдамдық деген фильм шықты. Сосын әйгілі Матрица болды. Қазір мысалы Джон Уик деген франшизасы бар. Және бұның барлығы Кэтрин Бигелоудың арқасында туған оқиға. Негізі Джеймс Кэмеронның айтуы бойынша Кэтрин Киануды экшн фильмдерде қалай жүру керек екен, қалай қаруды ұстау керек екенін үйретті. Және де Киану Ривздің бүкіл мәнсабына қарасақ, ол Кэтрин Бигелоуға ай сайын жаңа бір бөтелке шарап жіберу керек деген әзілі бар. Айтпақшы, фильм шыққаннан соң Бигелоу мен Кэмерон ажырасып кетеді. Бірақ 20 жылдан соң өзінің режиссерлік шеберлігіне қатты сенген Кэтрин экс-күйеуінің аватарынан озып, тарихтағы Оскарды алған тұңғыш режиссер әйелге айналады. Ол, қателеспесем, 2010 жылы болды. Бүгінге тоқтайық осы жерден. Каналға жазыла кетіңіздер, лайкты баса кетіңіздер, және де сау болыңыздар.